Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз сіздермен қазақ тілі 4 сынып 99 сабақты өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы қоршаған ортаны қорғаймын, етістіктің жіктелуі. Яғни бүгінгі сабақта өтетініміз жіктік жалғауларының қолданысын білемін. Балалар, алдымен сабақты бастамастан бұрын менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыздар. Енді 76-шы жаттығуға қарайық. Өлеңді көшіріп жазып, жіктік жалғаулы етістіктердің астын сызделінген. Алдымен өлеңді оқиық. Шөп жұлып, ағаш қимаймыз, ұясын құстың бұзбаймыз. Қайнар көзі тірліктің, суды да ысырап қылмаймыз. Аулада гүлді баптаймыз, көгалды таптап баспаймыз. Өсіріп орман көктемде, ауаны таза сақтаймыз. Өлеңді көшіргеннен кейін жіктік жалғаулы етістіктердің астын сыздейді. Көкпен беріліп тұрған осы етістіктер, яғни ас сызылып тұрған: қимаймыз, бұзбаймыз, қылмаймыз, баптаймыз, баспаймыз және сақтаймыз. Енді осы етістіктердің қай жақта тұрғанын айтайық. Олар бірінші жақта тұр және көпше түрде тұр. Біз қимаймыз, біз бұзбаймыз, біз қылмаймыз, біз баптаймыз, біз баспаймыз және біз сақтаймыз болады. Келесі 77-ші жаттығу. Сөйлемдерді оқы. Мен баптаймын, сен баптайсың, ол баптайды. Біз баптаймыз, сендер баптайсыңдар, олар баптайды. Осы жерден етістіктерді тауып, қай жақта тұрғанын айт және қай жақта тұрғанын қалай білдің дейді. Бұл жерде етістік баптаймын, баптайсың, баптайды, баптаймыз, баптайсыңдар және баптайды. Енді олардың қай жақта тұрғанын айтайық. Баптаймын деген бұл бірінші жақта жекеше түрде тұр. Екінші, сен баптайсың, екінші жақта жекеше түрде тұр және ол баптайды, бұл үшінші жақта жекеше түрде тұр. Енді біз баптаймыз деген бірінші жақта көпше түрде, сендер баптайсыңдар деген екінші жақта көпше түрде беріліп тұр. Ал енді олар баптайды деген үшінші жақта көпше түрде жіктеліп тұр. Келесі 78-ші жаттығу. Жіктік жалғаулы сөздерді қатыстырып сөйлем құра. Бізге 3 сөз берілген: тазалаймын, үйренесің, білет деген. Осыған байланысты балалар сөйлем құрастырайық. Бірінші, тазалаймын сөзіне: мен сенбі күні үйді тазалаймын. Екінші, сен бұл есепті әлі-ақ үйренесің. Үшінші, әсем көбейту кестесін 5-ке біледі. Енді құраған сөйлемдерінде жіктік жалғаулы сөз қандай мүше болып тұрғанын айт дейді. Сөйлемдердің ішінде жіктік жалғаулы сөздер сөйлемде, яғни етістіктің қызметін атқарып тұр. Енді бізде 79-ші жаттығу. Бағананың сол жағындағы сөздерді етістіктермен сәйкестендір. Тапсырманы дұрыс орындауға қай жалғаулар көмектесті дейді. Енді бізге бірінші бағанда мен, сен, сіз, біз, ол сөздері, екінші бағанда етістіктер берілген. Осыларды бір-бірімен байланыстырайық. Бірінші, мен көшірдім. Екінші, сен айт. Үшінші, сіз көмектесіңіз. Төртінші, біз қуандық. Бесінші, ол ойнады болады. Енді бізде 80-ші жаттығу. Әр бағанадағы етістіктерді жіктік жалғауларынан салыстыр, содан соң өзің қорытынды жасап көр дейді. Бірінші 3 бағана берілген бізге. Бірінші бағана бойынша бізде тұрмын, оқимын, тұрсың, оқисың. Екінші бағана бойынша оқыдым, көрдім, оқисың, көресің. Үшінші бағана бойынша оқысам, көрсем, оқысаң және көрсең. Бұл жердегі етістіктердің жіктік жалғаулары бірінші, екінші жақта тұрған жіктеулі етістіктер түбірге байланысты, жіктік жалғаулары өзгереді екен. Себебі мысалы бұлардың түбірлерінің барлығы бір мағынаны білдіріп тұр, оқы, тұр және көр деген секілді. Бірақ жіктік жалғау жалғанғаннан кейін олардың мағыналары әртүрлі болып кетті. Балалар, осымен бүгінгі біздің 99-ші сабағымыз аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар балалар. Сау болыңыздар.